Құрметті достар, енді біз 10-шы бөлімімізді бастаймыз. REST сервистерді құру. Соған байланысты бірнеше бөлімшелерден тұрады. REST пен бір-біріне байланысу, қалай жүретін нәрсе, REST дегеніміз нәрсе тамкат арқылы перехват жасап, енді бізге жаңағы view керек емес, модель керек емес, бізге контроллерге барып, сол контроллерден ответ жауап ретінде қайтып келеді. Және создание конечной точки REST дегеніміз endpoint. REST дегеніміз ол ешқандай протоколға жатпайды. Representable state of transfer деп аталады. Күйін қайтару. Көрсетудің күйін қайтару. Одан кейін HTTP жауаптың қалай басқару жолдары. Ондан кейін мына жерде передача объектов через HTTP ответі бізде жаңағы объектімізді, country объектімізді HTTP жауап ретінде денесінде қайтару туралы. Одан кейін HTTP жауаптарымызға статус пен заголовктар қосу. Header деп аталады заголовкты. Одан кейін жаңағы қателердің ерекшеліктер болған кезде исключениені қазақша қалай аударсақ екен, соған байланысты басқару. Және из села запроса деген сұраудың денесінен алу, сонда сұраудың ішіндегі құрылымнан клиенттен келген нәрсені, клиенттен келген деректерді сұраудан алу. Сол туралы тақырып болады. Одан кейін 11-ші тақырыпта солардың басқа REST адрестерді қалай шақыру деген айтылады 11-ші мысалда. Кеттік, бірінші мысалына барайық. Бірінші мысалына барсақ, кәдімгі өзіміздің Maven'ғы POM-XML-мызда Spring Web қана қолданылады. Басқасына көңіл аудармаймыз біз. Енді main ішінде Spring Boot Application дегеніміз тұр. Ол бәрін компонент, контроллер, REST контроллер деген аннотацияның бәрін іздейді. Енді біз контроллер деген пакет құрамыз. Оның ішінде біз Hello контроллер деген контроллер құрамыз. Жаңа аннотация қосылды контроллер деген. Міне стереотипті контроллерге жатады. Одан кейін get mapping деген адресі болады. И ол жаңағы response body. Бізге жаңағы HTTP біздің жауап ретінде соның денесі қайтып келеді. Ол бізге string болғаннан бізге hello деген жазу қайтып келеді типі. И CIO де қайтып келеді. Сонда get mapping'дің адресі осындай CIO либо hello деген адрес келеді. Программамызды запускать етейік. Сонда бізге hello деген жазуды қайдан шығарып береді. Біз алдындағы мысалымызда 9-шы бөлімде біз оны модель арқылы MVC, Spring MVC қолдану арқылы шаблонизаторға берген болатынбыз таймлифтке. Ал енді біз браузерде ғана көреміз, фронттың қатысы жоқ. Localhost hello дедік. Міне көрдіңіздер, hello деген жазу шықты. И енді CIO. Сол жазулардың бәрі шығып тұр. Бірінші мысалымыз түсінікті деп ойлаймын. Енді REST контроллер деген аннотация қосылады. Ол бізде response body мен REST контроллердің қосындысы, сонда қысқартылған түрі жазудың жолы. Бірінші мысалымызды жауамыз. Так, мен бұны тоқтатып жауып жүрейін. Екінші мысалымызға кеттік. Екінші мысалымызда ешқандай өзгеріс жоқ. Бірақ енді ол жерде response body'дің орнына біз жазбау үшін өзімізді қайталамау үшін REST контроллерді қосып жедік. Контроллерді REST деп жаздық. Оның ішіне кіретін болсақ, контроллер, response body тұр. Сонымен қысқартылған түрі, бұл да сол жаңағы hello мен CIO-ға шақырады. Программамызды запускать етсек, сол нәтиже шығады бізге. Міне кеңіздер. Программам әлі қосылмады. Енді қосылды. CIO hello. Сонымен текст ретінде бізге string ретінде қайтып тұр. Эксперимент ретінде өзгертемін десеңіздер, string орнына integer қойсаңыздар, мына жерге сан қайтарасыз. Перезапускать етем.
міне 125 деп сан қойып шықты. Бұл мысалымыз түсінікті деп ойлаймын. Енді үшінші мысалымызға кетеміз. Үшінші мысалымызда бізде енді алдыңғы мысалымызда қарасақ, біз жолды және санды қайтарған болатынбыз. Енді біз өзіміздің жеке объектіміз қайтарамыз. Оның аты country деп аталады. Өзіміз модель құрдық. Оның аты болады мемлекеттің және соның адамдар саны. Одан кейін біз of деген статикалық метод құрып отырмыз. Ол бізге country'ді қайтарады. Сол кезде біз мемлекеттің аты мен санын беру арқылы біз өзі соның объектісін құрамыз. Одан кейін атын береміз. Одан қанша сан екенін қоямыз. Соның аяғында country'дің типін қайтарғандықтан бізге статик бәріне жалпылай қайтып келеді. Country контроллердің ішіне кіреміз. France деген адрес береміз и all деген береміз. Енді country'дің ішінде country of мынау бізге статикалық country'ді қайтарғандықтан мына жерге кірсеңіз, мына жақты қайтарады country объектісін. Сол себепті оның country объектісін S деген айнымалға объекттік сілтемесіне береміз да, сонымен аяғында бізге country типі келеді. Ал all'дың ішінде қойған кезде біз екі объект құрамыз, S1, S2 деген country нүкте of деген методын шақыру арқылы, сол кезде енді аламыз да list of деген нәрсесі бар. Ол жағанағы бүкіл контейнер көрінімі өзгертілмейтін тізім құрады. Екі элемент тұратын міне құрылып отыр. Бірінші элемент, екінші элементтен лист құрды. Сонда өзгертілмейтін ішіндегі объектілер. Енді мысалымыз көрейік. Браузерде get mapping болғандықтан біз браузерде жаза береміз. Post mapping болған болса, біз формасын құру керек, немесе постманда шақыру керек болатынбыз. Қазір енді мен Францты шақырамын осы адресті localhostпен и және all'ды шақырамын. Бұндай hello деген адрес жоқ. France, міне көрдіңіздер ма? Енді біздің объектіміз JSON форматында келіп тұр. Енді сіздер мынандай сұрақ пайда болу керек. Мен көбінесе студенттерден сұраймын. Ол біздің жағанағы объектіміз, country объектіміз қалай JSON-ға айналып кетеді, мынаның соның ішіндегі name мен population. Біздің Spring Boot'тың ішінде астыртын қарасаңыздар Jackson деген библиотека бар. Сол жағанағы біздің Java объектімізді JSON форматқа айланыстырады. Енді біздің жағанағы HTTP запростарымызды обратно Tomcat перехват жасап, оны байтқа Java объектіні байт ретінде обратно кері қайтарып, соны жасайды. Сонда бізге Tomcat'тан келген HTTP сұраудан келген деректер бізге Tomcat Java объект етіп береді. Сол себепті біздің жаңағы мынау country объектімізді JSON-ға айландырып алады. Мынау Jackson библиотекасы осының JSON-ға айналған нәрсені қайтадан клиентке байт ретінде жасап береді. Сонымен қайтадан соны көрсетіледі. Так, енді бізге country'мізді көрдік, Францты көрдік, енді бізге all'ды көру керек. Не көрдіңіздер ғой? All деп көрген кезде міне мынау тік жақша массив деген нәрсені білдіреді. Ал мынау ішіндегі бір фигуралы жақша ол объектіні білдіреді. Сонда қарасаңыздар, мына жерде бұл массив екен көрсетіп тұр, лист. Ал мына жерде France деген кезде ол тек қана бір объектіні қайтарғанын көрсетіп тұр. Бұл мысал түсінікті болды деп ойлаймын. Үшінші мысалымды жабамын. Төртінші мысалымызды кетейік. Мен майынды ашпай отқан себебім өткен Spring Boot'тың өзі стандарт түрде құратын нәрсесін болғандықтан ашпай отқан. Моделіміз жағанағы string country'міз, мемлекетіміз қала береді, аты және популяциясы, адам саны. Бұл жерде не өзгерді деп ойлайсыздар? Бұл жерде бізге ештеңе өзгермеді. Кешірім сұраймын. Бұл жерге бізге адам ретінде ештеңе өзгермеді, бірақ бізге response entity деген
Spring'тің ішіндегі қосымша класс пайда болды. Ол бізге обертка дейді ғой, мысалы конфетқа орап беру деген сияқты. Мысалы ішіндегі шоколад, бәріміз былай да шоколад екенін білеміз, бірақ сыртына әдемілеп жасап берудің жолдары. Бұл бізге негізгі фронттарға керек, бір данныйларды, статустарын өзгерту үшін. Бізге әрқашанда қазір 200 деген жауап келіп отыр. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Бұл программаны қазір запускать етсек, Франс деген сияқты тура сол Франс 67 деп шығады. Мына жердегі мысалымызда тура ешқандай өзгеріссіз шығады. Байқадыңыздар ма? Көрген адамға бұл ештеңе өзгеріссіз болмаған сияқты болғанмен, бірақ F12 батырмасын басу арқылы біз бұны қайтадан запуск жасап көреміз. Сол кезде мына жерде Франс деп көрдіңіздер, статус көрдіңіздер ма? 202 деп қайтарды, accepted. Одан бөлек жағына оның ішінде хедердің ішінде континент Европа пайда болды, капитал Париж, одан кейін тағы не қосылды? Ұмытып қалдым. Favorite food деген қосылды. Favorite food, cheese and wine деп тұр. Көрдіңіздер ғой? Ал енді алдыңғы мысалымызды ашатын болсақ, онда ешқандай ақпараттар болмайды деді. Енді мысалы HTTP-дің ответтердің түрі бар мына жерде. Accepted, but gateway, okay деп. Мысалы бүйтіп жауап берсек, бізге 200-ді қайтарады. Не көрдіңіздер ме? 200 қайтып отырмын. Статус код 200, қандай методтың қандай сұрау екенін көрсетіп отыр, қандай адрестен келгенін және қосымша ақпараттар. Бұл керек болады бізге адамның жаңағы қандай клиенттің тілдерін немесе көрсету керек екенін, IP адрестерін, сондай қосымша ақпараттар үшін керек болады. Бізге клиентке бұл ақпарат ештеңе көрсетілмейді. Бізге body'да мынау бізге осы ғана клиентке көрсетіледі. Оны жаңа фронт алып, арғай өзіне ақпараттан түзеп керек нәрселерін алу мүмкін. Так. Responsibility деген қосымша нәрсе, ол мына жердегі тақырып создание HTTP ответа со статусами, заголовками, хедермен статустың жасауды туралы. Так, бұны жабамын. Тоқтатып отырмын әттей. 80-ші портты алмауын босату үшін мен әттей тоқтатып жатырмын. 5-ші мысалымызды көрейік. Енді бізде өзіміз қолдан exception жасаймыз. Runtime exception, программа орындалып жатқан кезде қатені ұстап алудың exception деп аталады. И сол кезде біз өзіміз not enough money exception деген exception жасайтын класс құрып аламыз. Ол қате болған кезде ұстап алатын нәрсе, орындалып жатқан кезде. Енді біз payment сервистің ішіне сол жағынағы process payment деген методты шақырған кезде соған ошибканы лақтырып жібереміз да, сол ошибканы шақыр деп. Енді моделіміз ешқандай өзгеріс деген болған кезде error мен details пен error payment details деген қосылды. Payment details'ың ішінде тек қана ақша туралы тұр. Error details'та сообщениеміз тұр, текст қандай болады. Енді контроллерге кеттік. Контроллерге жағына payment сервисті қосамыз. Тәуелділігі ендіреміз мына жерде конструктор арқылы. Енді payment деген методты шақырған кезде біз responsivity'дің қандай типін қайтаратынын білмейтінен біз сұрақ белгісін қойып кетеміз. Енді try мен payment details деген ішінде қарасаңдар process payment'ың ішінде payment details қайтарады. Сол үшін біз payment details'ты құрған болатынбыз. Енді payment details қайтарды. Енді біз response entity-ға accepted, body, payment details бәрін қайтарамыз. Дұрыс болған жағдайда return. Бірақ бізде payment details бізге қате бергендіктен бізге ол try catch пен бізге process payment not enough money exception қайтарады. Сол себепті ол мына catch-тің ішінде not enough exception бар болғанын ұстап алып, error details'тің ішінде not enough money message'ін қойып,
міне жалғыз ғана сообщение бар деп едік қой, мынау ғана қатенің деталі. Сол кезде біз соған response entity'ға battery request деген статусты қоямыз. Мына жерде статус алып тастаймыз да, battery request деген бізге 400 деген қате қайтарады. Сонымен жаңағы not enough money exception деген шығады. Payment'ымызды шақырайық. Payment'ымызды шақыру үшін не істейміз? Post методы керек бізге. Ол үшін енді бізге Postman'ды қолдануға тура келеді. Немесе бізге өзіміздің форма жасау керек таймлифті қосып. Мен оны жасауға еріндім. Жаңа запрос құра салам. Post запрос. Localhost 8080 payment. Кешіріңіздер, мына программаны қоспаптым. Программаның запускысын күтем. Программам көтерілді. Міне көрдіңіздер ма? Сообщение шықты, перехват жасады, міне 400 деп battery requestпен келді. Оның дәл ретінде, что мына кетчтің ішіне кіргенін көрсету үшін мен debug режимін көрсетем. Міне кеңіз. Екі жерден debug қойдым. Маған келді payment сервис. Payment сервисті мен арғай жүргізем. Көріңіздер ма, мына кетчтің ішіне маған кіріп кетті. И сонымен жаңа response entity'ға клиентке battery request деп жібердім. Статус қоймады. А егер менде қате болмаған болса, мынау процесс payment қарсы болған болса, мен мына жерде мына қатарын істейтін еді. Қазір оны да тексереміз. Сонымен қате шығып тұр. Енді мына жерде біздің мынау жолмен дұрыс істеу үшін кетчке бармау үшін процесс payment'ымызды бізге өзгерту тура келеді. Payment details'тың ішінде set amount қана бар екен, е? Жарайды. Сумма екен ол. Так. Бұл set amount. Replace. Так, бұны құруға тура келді. Жаңа стик салу керек еді. Ерінген. Set amount 5. Get. Ол get amount қайтарып тұрғызды. Болмай қалды, кешіңіздер. Қайтардық. Процесс payment'қа кеттік. Процесс payment қайтарады. Соның мәсін body'мен жібере саламыз. Так, программаны перезапуск жасай салам. Мен көрдіңіздер ме? Суммам қайтып келді. Өйткені мына жерде payment details'ның ішіне кірсек, get amount'ымыздың суммасын қайтып келеді. Так. Объектісін қайтарды. Сонымен байланысты объекттің ішінде бізде жек қана жалғыз ғана amount болғандықтан соның мәнін қайтарып берді. Егер 1-2 болса, соның 1-2-дің бәрі қанша полесі бар, соның бәрін шығаратын еді. Так, 5-ші тақырыбымыз түсінікті деп ойлаймын. Алтыншы тақырыбым, 6-ші мысалымыз тура сол, бірақ бұл жерде бізге AOP қосылады. AOP менің видеомды қарасаңыздар,
4-нче сабак еді, ұмытып қалдым қазір. 6-нчы бөлімде ауып туралы айтылған болатын. Бұл жерде енді бізде жаңа совет қосылады. Советтің аты Exception Handler Controller Advice деп аталады. И оның ішінде бізге Exception Handler деген бір қате болған кезде соны перехват жасаудың осындай not mana exception деген қате болса, сол кезде перехват жасап, біздің жаңа try catch'ның ішіне жазылған нәрсемізді мына жерде ұстап алады да осы жерде орындайды. Ол үшін біздің жаңа сервисіміз әлі күнге дейін сол қате қайтарады. Process payment дегеніміз. Оның ішінде мынау payment сервисті ендірдік, тәуелділік бар мына жерде. Енді сол методты шақырған кезде қате болған жағдайда контроллерде тұрған process payment. Сол себепті advice'іміздің аты REST controller деп advice басталады. Соны ұстап алады, перехват жасап, соның контроллерде қате болғанын көреді. И оның ішінде қандай қате болғанына байланысты not mana exception деген қате пайда болғанына байланысты осы жерде перехват ұстап алып жүреді да бізде замена жасап осының орнын ауыстырып жібереді текстін. Сонда мына жердегі нәрсеңіз payment бізде қате болғандықтан мынаған бармай мынаның ішіне кіріп, өткен бізге process payment методымыз бізге not mana exception handler қайтарады. Сол себепті оны алып ұстайды да мынамен return бізге осыны қайтарады. Дәл ретінде көрсеңіздер, тура жағанағыдай шығады, бізге байқалмайды. Оны дәл ретінде көрсетемін сіздерге. Міне көрдіңіздер ме? Тура сол 400 деп неғып тұр. Осы жердің ішіне кіргенін дәл ретінде дебаггерімді қоссам қайтады. Міне көрдіңіздер ме? Exception handler қайтарды ғой, сол себепті ұстап алды. Енді мына payment'тың ішіндегі мынаған болып жатқан нәрсесін көру үшін мынаны бір жібере салам. Қайтадан көрдіңіздер ме? Міне process payment шақырды, ол бізге not mana exception шақырды. Тағы арғай жүргізем. Ол мынаның ішіне келді. Exception handler ұстап алғаны көріп тұр. Error details'ның объектісін құрады да, сонымен байланысты текстін құрып bodyға сол error details'ты қайтарады. 400-ші қатен шығарады. Енді жағанағы payment сервисінің ішінде екіншісін құра салайын сіздерге. Қате болмайтындай. Менде payment 2 деген болды, и payment 2 деген тұр. Мен контроллердің ішінде жағанағы payment 2-ні қоя салам, и сонымен мына жерде ешқандай қате болмаған кезде мынау advice'ым ұстамайды да, кәдімгі суммасын шығарып 200 accept деген 202 деген статус қайтарады қазір. Міне көрдіңіздер ме? 200, маған 202 деген ұнамай тұр. 202 ұнамаса мен окей деп ауыстырып жүремін. Міне 200 шығып тұр. Енді соңғы мысалымыз қалды. Енді бізге клиенттен келетін мына жерде қазір body'ның ішіне raw деп JSON форматта келген объектіні сырттан келген JSON'ды біз объектке айландырамыз. Перехват жасаудың жолдары. Таба алудың. Так. Моделіміз сол payment details деп қалды. Payment controller. Енді бізге жаңа атасы қосылды, request body деп аталады. Енді методтың ішіне, payment'тың ішінде біз request body деген нәрсеміз, ол postman'да мынаны білдіреді. Body, raw, JSON деп қойсаңыздар, осының мағынаны білдіреді. Енді request body'мызға қандай параметр тұратынын көрдіңіз.
Ол жалғыз ғана amount қабылдайтын көріп тұрмыз. Бұлай amount аласыздар да. Біз соны форматта жасаймыз. Сан болса, мысалы 125 болды. Енді мен бұл программаны запускать етпедім. Мына жерге сырттан бізге regress payment details'тың құрамы бізде тек қана amount'тан тұрғандықтан бізге amount келіп, осында объект келді деп айтады да, оның ішінен get amount'ын шығарып алады. И сол шыққан суммамызды объектіміз қайтадан бізге клиентке қайтадан қайтарып береді. Не енгізілді, соны қайтарып береді. Мысалы 125. Мысалы сіз payment details'қа сол келген нәрсені міндетті түрде оны қайтарудың қажеті жоқ. Басқа да объекттерді қайтарсаңыздар болады. Текст қайтарсаңыз да болады. Мен payment details'ты көшейін. 2. И мына жерге мен нені қосып қояйын. Бір строка қосайын. Alt-Insert, Getter Setter'дың unset'ін жасасақ. Енді мына жерге маған payment details'ын қайтаруын қажет жоқ. Мен енді бұл жерге шарт қойғым келіп тұр да. Бірақ контроллердің ішінде логика болмау керек, просто сервистің ішінде болу керек, бірақ бұл мысал ретінде қоюға болады. Егер сырттан келген payment details'тың ішіндегі оның суммасы, мысалы 1000 теңгеден төмен болса, мына жерде бір объектіні құра саламыз. Енді payment details 2-ні біз оны клиентке қайтадан жауап қайтарамыз керекпіз ғой. Енді онда бүйтіп айтамыз. Payment details 2-ге оның жаңағы адресіне айтамыз. Ақшаңыз аз деп. Осылай жазамыз, ақшаңыз аз деп. Және payment details'қа екіншісіне бізде set amount'қа келген жағына payment details, сырттан келген payment details'тың get amount'ын қайтадан қанша сумма енгізгенін көрсетіп үшін жасаймыз. Енді бізге return так. Қазір кодты қысқаша жазайын деп ойлап едім. Payment details 2. Нәтижеде қате беріп тұр, өйткені бізге жауабы payment 2 қайта беру керек болатын. Я, 1000 теңгеден ақшасы аз болса, payment details'қа бізге ақша аз деп қоямыз, және оның суммасын қоямыз. А егер мыңнан жоғары болса, ақша көп дейміз. Программамызды запускать етеміз. Бұл оқулы ретінде жасалған нәрсе, мысалы 125 теңге болса, мысалы ақша аз деп не қыламыз, мына жерде 125 дегеніміз нәрсеміз келмей қалды. Оның қазір қатесін түзейміз. Payment'ті бізге payment емес,
Бізде сырттан payments'тан келіп тұр ғой, білесіздер ғой. Мына request дейміз, payment details болып тұр. Сосын бізге 0 шықты. Енді бізге суммамыз дұрыс келеді. Дедік. Не? 25 теңгеңізді не қылдыңыз? Ақшаңыз аз дейді. Енді мен мысалы 1500 теңге істеймін. Ақша көп деп солай шықты. Бұл тағы да айтып кетейін, контроллердің ішінде ешқандай логика болмау керек. Ол үшін сіздер жаңағы мына жерге бір сервис жазап, интерфейс арқылы. Сол сервис жасап, сол сервистің ішінде бір шақырыпчы, мысалы ақшасын тексеретін метод шақыру керек, алдындағыдай, процесс payment дегендей. И соған байланысты жауапты қайтадан мына жаққа responsibility'ға соны шығарып беру керек ретуныға байланысты. Өте дұрыс емес, бірақ сіздерге мысал ретінде көрсетейін дегенім. Келген клиенттен келген мынау запрос, біз оны клиентке басқаша түрлендіріп жібере алатынбыз. Accepted деп 200, мысалы 1000 теңгеден болса, accepted, окей, мына жерге not found деп 404 қайтарсақ та болады, өзіміз білгеніміз істесек те болады. Бірақ негізгі егер HTTP запрос сұрауымыз дұрыс өтсе, оны 200 қайтарғанымыз дұрыс. 201, мысалы жаңа адамды тіркесек, created болады да. Міне көрдіңіз, 404 деген нәрсе уже жаман көрінеді да. Сол үшін жаңағы окей немесе accept деген нәрсені қойғанымыз. Сонымен біздің жаңағы резюмемізді аяқтайтын болсақ, 10-ші бөлімнің. Representational state transfer деп жаңағы күйдің, көрсетілімнің күйін бір күйден екінші күйге өтудің нәтижесі да, мысалы get деп алу, пост деген сол алыста тұрған жаңағы ресурстың адресіне байланысты қосу немесе апдейт, delete болса, соны жаңағы түрлендіру жолдары. Response body, controller деген нәрсе, endpoint деген сөз, конечный точканы, соңғы нүктесі, немесе адрес браузердегі адрестің адрес деп айтқан дұрыс емес, бірақ ол соңғы нүктесі, сонда біздің қай жерге баратынымызды көрсетеді контроллердің. Response entity жағына көрсеттік, бізге response entity деген қосымша класс ретінде бізге статуспен хедерді өзгерту үшін нәрсе болды. Енді жаңағы қателіктердің өңдеу, перехват жасау, немесе ұстап алу, және өзінің контроллер ретінде REST controller advice ұстап алу болды. Одан кейін перемены пути деген нәрсе бар, или села запросы деген. Мысалы, біздің мысалдарымызда ешқайсында перемены пути көрсетілмеген болған, pass variable деп. Оны келесі сабақта тағы көрсетемін деп ойлаймын. Біз request body'ден. Перемены путида, мысалы, сіздерде алдыңғы өткен тақырыбымыз бойынша, мысалы, payment'тың ID былай болса деп, мына жерге өзіңіз pass variable string ID, long ID деп өздеріңіз үстілай жаза беруіңізге болатын еді. Сонымен жаңағы ID-шкысы 1 болса, рұқсат деген сияқты неше түрлі нәрсені салыстырып шарт қойсаңыздар болатын еді. Жақсы, сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий басып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді айтып, сұрақтарыңыз қойып отырыңыздар. Бұл кодтың бәрі сілтеменің видеоның астында тұрады. Кез келген уақытта скачать етіп жасаңыздар болады. Немесе жаңағы open деп басасыздар да, мына жерге файл new version controller деп сол жағына URL-ын көрсетсеңіздер болады, адрес. Сау саламат болыңыздар, жақсы.